Так что нелегким будет бой для Бека Нурмагомбета. Кайрат Саджанов, Нуркен Андасов и Канат Урахбаев, если не ошибаюсь, выводят Бека нашего. Ну что ж, давайте смотреть и болеть за нашего боксера. Біз асыға күткен кездесулердің бірі назарларыңызда. Бек Нурмагомбет міне көк бұрыштан шаршы алаңға көтерілді. Кәсіпқой бокста жүріп, ұлттық құрамаға қайта оралған жігіт 5 кездесу өткізді кәсіпқой бокста. Және 5-еуінде де жеңіске жеткен еді. Әуесқойлар арасында Азия чемпионаты, кейін бағана әріптесімде айтып өтті. Бектің жарақаты болды. Содан кейін біраз уақыт жұдырықтаса алмады. Ол 81 келіде өткен әлем чемпионатында Якоб Петерсон, эстониялық басқазы. Өткен әлем чемпионатында Бекзат Нұрдәулетов бағын сынады, алтын жүлде алды. Ал қазір керісінше Бекзат Нұрдәулетов кәсіпқой бокста. Бек Нурмагомбет болса әлем чемпионатында Қазақстан намысын қорғауда. Қарсыласта осал емес, Олимпиада ойындарына қатысқанын айтты. 2018 жылы жастар арасындағы Олимпиада ойындарының жеңімпазы. Бек әзірше рингтің ортасын өз бақылауына алып, бірінші номермен жұмыс істеуде. Мачадоның джептері де жақсы. Осы джептің алдын алу керек, түсіп қалмау керек. Осы ұрғандарына қарсыластың әзірше аяқта, баста барлық қимыл әрекетті жақсы жұмыс істеуде Бекте. Аяққа қарсыласқа жақындаған тұста отырады. Артқа қарай шегіну барысында да қозғалысы жақсы. Міне сериялы соққылар. Ыңғайсыз қарсылас Бек солақай боксшы. 1 минут өтті. Әзірше Бектің сериялы соққыларын көргенім жоқ. Керісінше Мачадоның мынау джеб соққылары көбіне өтіп кетуде. Токиодағы Олимпиада ойындары аяқталғаннан кейін кәсіпқой боксшылар келеді деп Бақтияр Артаевтың өзі мәлімдеме жасаған еді. Соның дәлелі қазір. Негізі қазірден бастап кірісе беру керек Бек Нурмагомбетке. Бұл кәсіпқой бокс емес, әуесқой бокс. Бар болған 3 қана раундтан тұрады. Кәсіпқой бокста білесіздер, стилі басқа, соза беруге де болады жекпе-жекті. 7-8 раундқа келіп құлатуға да жағдай жасайды. Қазір ойлауды Бекке тезірек өзгерту керек. Жылдам ойлап, жылдам соққыларында жасау керек. Әйтпесе асықпай қимылдауда. Қазақстандық боксшы тағы да 1 минут артта қалды. Әлі Нурмагомбет тарапынан соншалық бір белсенді әрекет көргеніміз жоқ. Мачадо белсенді, керісінше қорғанып 2-ші номермен жұмыс істеп жатса да артқа шегініп біраз соққыларын өткізуде. Үзіліс кезінде Қайрат Саджанов бастаған бапкерлерімізде айту керек. Жаңа ғана Бек тағы да қарсыласының соққысын өткізді. Міне өзінің бір хук дәл өткенін байқадық. 22 секунд. Енді 1-ші раундта ашығын айту керек. Қай боксшының жеңіске жеткенін анықтау қиын. Бұл енді жұмысты төрешілердің еншісіне қалдырайық. Құлаштай ұрған Бектің соққысы енді құлақ шекеге жанап өтті. Құлақ шекені және 1-ші раунд аяқтады. Ойлау жүйесі де өзгергені көрініп тұр Бек Нурмагомбеттің. Өзі де сұхбатымыз барысында айтқан болатын. Кәсіпқой боксшылардың ойлауы мүлде басқаша, ұзағырақ ойланады. Бұл кедергі де келтіреді деген еді. Көрейік енді. Өзі үлгерген бе жоқ па? 1-ші раундты қараңыздар, толығымен бразилиялық боксшы өзінің пайдасына аяқтады. 1-ші номермен жүргенінен басқа Бек көп нәрсе істей алды деп айта алмаймыз.
екінші кезеңде кірісу керек. Көп соққылары Нурмагамбеттің ауа қармып қалып жатты. Екінші раунд. Осы жерден кірісу керек. Тағы да қазір Бек Нурмагамбеттің соққы өткізіп алғанын көрдік. Әлі іздеуде өзінің қашықтығын, өзінің мүмкіндігін Бек. Артқа қарай шегініп бара жатып-ақ Мачадо ұпайларын түгендеуде. Осы жақын қашықтықтан жұмыс істеу керек секілді Бекке. Қарсыласын артқа қарай жібермей. Да, наверняка был план на этот бой, но он пока не работает. Нужно теперь как-то перестроиться Беку. Видите, он как натыкается, да, на встречные удары бразильца. Он видит атаки, все атаки Бека. Как-то нужно обманывать, маскировать. Ну, да, ну, обученный боксер, да, бразилец, но Бек. За его плечами опыт. 21 год бразильцу. Бек 98-го года. Пропускает, да, к сожалению, пропускает. Еще один пропустил. Ну, как будто подсел Бек. Не хватает ему какой-то свежести. Нужно, да, как-то перестроиться. Еще пропустил. Ну, надо вырывать, забирать этот бой. Не зря же Бек поехал в Белград. Не для того, чтобы проиграть в первом же круге. Итак, второй раунд завершился. Ну, посмотрим, какой же счет выставят судьи боковые. Видно, да, что очень хорошо изучили нашего боксера. Второй раунд полностью, да, отдают Кена Мачадо. Таким образом, пока что Бек Нурмагамбет остается в шаге от поражения в первом же, в дебютном же поединке. Ну и в принципе это его дебют на взрослом чемпионате мира. И такой шанс дали Беку. Ну, возможно, тут сказывается то, что он давно не выступал по любителям. Все-таки подготовка профессиональных боксеров отличается. Там ты готовишься на один бой, а здесь тут такая длинная дистанция. Тут нужно где-то экономить силы, где-то нужно наоборот выкладываться. Ну, третий раунд. Давай, Бек. Мы в тебя верим. Мы же видели, как боксер из Бельгии отправил в нокаут соперника из Узбекистана. Можно повторить то же самое.
Видите, постоянно натыкается на встречные удары. Ну, длинные руки у бразильца. Ну и Бек тоже не маленького роста, в принципе. Да, не хватает свежести. Видите, уже проваливается. Тяжело будет, да, конечно, вытащить этот бой. Ну, ждем. Конечно, будем ждать. Финальный гол. Нужно отдать все силы. Минута 30. Тут уже пошли в клинч соперники. Конечно, и Мачадо тоже устал. Он же тоже человек. Вот хороший удар. Нужно повторить еще раз. Как-то может перевести в корпус, начать с корпуса, затем тут же перевести в голову. Ну, как-то однообразно действует Бек. Ну, конечно, не нам судить. Но не получается, да, в этом поединке у Бека пока что. Не может он, да, подобрать какие-то ключики своему сопернику. И здесь еще один удар пропустил. Уже как-то свыкся, кажется, Бек с той ролью, что в роли догоняющего он находится. А Мачадо на 2 шага впереди. Да, кто же мог подумать, что лет 7-5 назад, что бразильцы будут составлять нашим боксерам конкуренцию. Все, бой окончен. Ну что тут можно сказать? Ждем вердикта судей. Ну а Мачадо, конечно, уверен в своей победе. Ladies and gentlemen, in the bout number 99 in the ring A, the winner on points by unanimous decision is the Единогласное решение судей. И в следующий круг чемпионата мира выходит Кено Мачадо. А Бек Нурмагомед отправляется домой. 5-0. Все 5 судей.